Сәлем барша қыз-келіншектер. Бүгінгі жасайтынымыз өте ерекше әрі дәмді болып шығатын самсалар. Егер сіздерге ұнаса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен майымызды тартқыштан өткізіп аламыз. Өткізіп алған майларымызды онымен жақсылап араластырып, майымыз ұнымызға сіңгенше бір-бірімен араластырып аламыз. Араластырып болған соң менде үстіне жұмыртқа салдым, тұзымызды салдық және ас содасын салдым. Сосын айранды салып, жақсылап араластырып илеп аламыз. Илеп болған соң салфандарға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямын. Ол уақытта салмасын дайындасаңыздар да болады. Жарты сағаттан кейін алып илеп аламын, жақсылап. Өз қалауларыңызша бөлсеңіздер болады. Мен барлығын, менде шыққан тестаның барлығын дөңгелек етіп бөліп алдым. Өз қалауларыңызша үлкен қылып, кіші қылып бөліп алсаңыздар болады. Барлығын бөліп болған соң оқтауыңыздың көмегімен жақсылап жайып шығамыз дөңгелек етіп. Мен барлығын бірден жайдым. Жайып болған соң менде салмасында фарш, картошка, пияз, тұз, қарабұрыш және қызылбұрыш бар. Жақсылап араластырамыз. Тұзы араласқанша жақсылап араластырып аламыз. Жайылған қамырларымызға салмамызды салып түйеміз. Мен 3 түрлі қылып түйдім. 3 бұрышты етіп, өрме етіп және сопақ етіп түйдім. Сіздер қалай түйе аласыздар, солай түйсеңіздер болады. Және бұны осылай түйіп, мұздатқышқа салып қойсаңыздар да, қонақ келгенде пісіріп бере салсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Барлығын осылай түйіп аламыз. Түйіп болған соң бетіне жұмыртқамызды жағып, мен мак септім. Сіздердің өз қалауларыңыз, мак болса мак, кунжут болса кунжут, немесе қарабұрыш сепсеңіздер де болады. Өте ерекше болып көрінеді. Пешімізге саламыз. 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Жарты сағаттан соң аламыз. Осындай ерекше әрі дәмді самсалар шығады. Ас болсын. Сіздерге ұнаса, тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар.